Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай американский панкейк деп аталатын өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын панкейктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепт өте қарапайым, сондықтан видеоны соңына дейін қарап, рецепті сақтап алсаңыздар болады. Ең алдымен біз ұнымызға бір қасық қопсытқышымызды қосып, жеке алып қоямыз. Содан кейін құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызды араластырып болғаннан соң, үстіне шекерімізді қосамыз. Шекеріміз әбден ерігенше тағы да араластырамыз. Келесі кезекте еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Бізге керекті заттар мен олардың мөлшерін мен описание бөлімінде жазып қалдырамын. Сары майымыз араласып болғаннан кейін сүтімізді құямыз. Егер сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз, жандағы қоңырауша белгішесін басып қойыңыз. Ең соңынан біз ұнымызды қосамыз, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Ішінде түйіршіктері қалып қалмау керек. Бізде осындай кілегей тәріздес масса пайда болады. Енді табамызды отқа қоямыз, жақсылап қыздырып аламыз, ішіне ешқандай май жақпаймыз, қамырымызды құя береміз. Қамырымызды табаға құйғаннан кейін ұсақ тесіктер пайда болады, яғни екінші жағына аударатын боламыз. Екінші беті бірінші бетіне қарағанда өте тез піседі. Осылай барлығын тез арада пісіріп аламыз. Міне біздің панкейктеріміз осындай әдемі болып пісіп шықты. Сіздер де үйден жасап көрсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.